Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. 5 минутта тез дайын болатын бисквиттің рецептін ұсынамын. Тез дайындалады. Бұл менің ең көп қолданатын рецептім десем де болады. Байқасаңыздар, мен осы рецептін трайфл және прага тортын жасаған болатынмын. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерді біріктіреміз. Мында менде ұн, какао, қант, қопсатқыш, яғни разрыхитель, сода, ванилин және тұз. Барлығын араластырамыз. Бөлек ыдысқа 3 дана жұмыртқаның үстіне күнбағыс майын құйып, екеуін араластырамыз. Жұмыртқа бізде бөлме температурасында болуы керек. Толық ингредиенттердің грамм мөлшерін сілтемеде, яғни осы видеоның астына жазып қоятын боламын. Енді құрғақ ингредиенттердің үстіне сұйық массаны құйып, барлығын араластырып, ортасында қайнап тұрған суды 200 мг ыстық суды құямыз. Жақсылап араластырамыз барлығын. Су міндетті түрде қайнап тұрған ыстық болуы керек. Түйіршіктеліп қалмасын, ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Массамыз біріксе болды. Формаға салып, 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Піскенін таяқшамен тексереміз. Бұл бисквиттің бір жақсы жері ешқандай сүтті, сары майды, ең бастысы миксерді де қажет етпейді. Піскенін таяқшамен тексереміз. Шоколадтың кез келген торттарына осы бисквитті қолдансаңыздар болады. Міне қараңыздар, менде бисквит қалай көтеріліп шыққанын. Ортасын таяқшамен тексереміз. Егер таяқша құрғақ болып шықса, онда біздің бисквит пісті деген сөз. Және де суытамыз, суымай жатып, ортасын кеспеңіздер. Ол біріншіден тегіс кесілмейді, екіншіден бисквит үгітіліп кетуі мүмкін. Суығаннан кейін кескенде бірінші шет жағынан пышақпен тегістеп кесіп алсаңыз, сосын ортасын жіппен видеодағыдай біріктірсеңіз, ортасы тегіс болып шығады. Және де ең бастысы махаббатпен дайындаңыздар, сонда сіздерде барлығы болады. Сіздерге видео рецептім ұнады деген сенімдемін. Маған сеніп, рецепттерімді қолданып жүргендеріңізге алғысымды білдіремін.